Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз Қазақстан тарих 8-ші сынып БЖБ талдауымызды бастайтын боламыз. 1-тоқсанға арналған. Тақырыбы: Қазақстанның 20-ші ғасырдың басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы, алаш қозғалысы және қазақтың ұлттық идеясы деген тақырыпта БЖБ келіп отыр екен. Бүгінгі тасыма екі тасыма бар. Бірінші тасымада міне көріп отырсыздар, Ахмет Байтұрсыновтың қазақ ұлтының өмір сүрудің өзі проблемаға айналды пікірмен қаншалықты келісесіз, неліктен, дәлел келтіріңіз. Және дәлел келтіретін болсақ, 3 дәлел келтіретін боламыз. Және де мына дерекке байланысты төмендегі сұрақтарға жауап береді екенбіз. Міне жалпы бүгінгі БЖБ-мызға 10 балдан тұрады. Міне көріп отырсыздар. Оқушылар, сіздерге айтарым, алдымен БЖБ талдауымыз көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Ендеше кеттік. Бірінші тасыма: пікірмен толық келісемін. Неліктен? Себебі сол заманда қазақ халқы патша үкіметінің толық отары болды. 20-ші ғасырдың басында патша үкіметі қазақ халқының тілін, ділін жоюға бағытталған бірнеше реформа жүргізді. Дәлел келтіріңіз. Бірінші дәлелі: 20-ші ғасырдың басында патша үкіметінің қазақ халқының жерін тартып алып малынан айыруы. Екінші, мемлекетте ақшалай салықтың енгізілуі. Қазақ халқына әлеуметтік жағдайдың қарастырылмауы. Міне осымен бірінші тасымамыз аяқталды. Екінші тасымамыз деректерге байланысты. Бірінші дерегіміз: қазақ газеті 1913-1918 жылдары Орынбор қаласында жарияланып тұрған қоғамдық, саяси және әдеби-мәдени басылым шығарылды. Екіншісі: редактор Ахмет Байтұрсынұлы, Алаш ордасы қайраткері. Қазақ газеті сол заман кезеңіндегі қазақтар үшін үлкен жетістік, солайша заман үшін қараңғыдағы күн нұры секілді болды. Ұлттық сана сезімін оятуға үлесі. Қазақ газетінде жалпы қазақ ұлтының ұлттық сана сезімін оятуға бағытталған мақала жарияланған. Өз дәуірінің көкейкесті мәселелерін көтеруі. Қазақ газеті 1913 жылдан бері жұмыс жасаған сәтінен бастап бірінші дүниежүзілік соғыс, ақпан және қазан революциясы, 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс, монархияның құлауынан бастап кешірді және сол кезеңдегі мәселелер туралы жазылды. Ағартушылық идеяны насихаттауы. Қазақ газеті білім алуды және оқуды, жеке тұлға болуды насихаттады. Алаш партиясының баспасөз органы. Қазақ газеті Алаш партиясының баспасөз органы болып табылады, себебі Алаш партиясының негізгі салушылар қазақ газетінің редакторлары, басты жазушылар болды. Міне балалар, бүгінгі БЖБ талдауымыз осымен аяқталды. Егер сіздерге БЖБ талдауымыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.